Minecraft oynayıp жалғастыратын боламыз. Мен алдын бір рет видео түсірмейтін деп айттым. Сондықтан кейін подписчиктерім видео түсір сондай деп айтты. Мен сөйтіп бопты, сондай түсірем деп шешім қабылдадым. Бүгін біз самый мощный пышақ броняларды қалай істеу керектігін көрсететін боламын. Ең бірінші бізге мынандай комната керек. Бесеулік қабырғасы. Сол кезде мына кітап жақсы мындай зачарование алады. Ортасына осындай зачарованный кітап. Кейін мындай сильно поврежденная грузила ма сондай қоямыз төрт бұрышына. Ең бірінші пышақты қалай істеу керектігін көрсетейін. Бірінші көп пышақ тастап аласыздар. Почти толтырып тастасаңыздар да болады, достар. Бұл арқылы драконды оңай жеңсе болады. Так, менде толды. Так, істейміз. Бәрін үшіншісіне зачаровать етіп шығамыз, достар. Бұл өте мықты пышақ болып шығады, достар. Драконның әжептәуір уронын алады. Үсті бермейді, достар. Жақын арада стрим етіп қалуы мүмкін, достар. Так что подписаться етіп, лайктарды басып жүріңдер, достар. Стрим болып қалуы мүмкін. Менің подписчиктерім әлі көбейіп жатқан жоқ, достар. Көбісі маған лайк баспай, арна тіркелмей көріп жатыр екенсіңдер, достар. Бірақ комментарий жазғандарым бар. Так, зачаровать етсек болды, достар. Менде полный зачарованный пышақтар. Кейін бұлайна қосып шығамыз. Кейбір кезде банында болмай қалады, мынандай жерінде X болып. Сол кезде басқасымен ауыстырып көресіздер. Үстіп қалады. Сол кезде басқа пышақпен ауыстырып көрсеңіздер істейді. Үстіп шығамыз. Менің тағым болмай қалды. Менің пышақтарым азайып жатыр, достар. Үшін барлығын өстіп бір-біріне қосып шығамыз, достар. Bir-birine сәйкес келмей жатыр, достар. Бірақ біз ауыстырып тұрғылап қойып жатырмыз.
Давай полностью очарование етілші. Тағын біреуін тастап істеп көреміз ау деймін. Меч. Так. Зачаровать етеміз. Басамыз. Болмай деген достар. В общем, енді көреміз. Мені қараңыздар достар, не деген. Добыча небесная кара, неразрешимость, облик огня 2, одушение, бич. Жақсы екен достар. Добыча небесная облик огня деген мықты болады достар. Надо облик огня да бар екен. Блич. Екеуі де, в общем, достар, жақсы болады. В общем, үстіп броняларды жақсы алып істесеңіздер болады. Енді бұмен драконға портал жасап көрейік достар. Так. Маған. Так, мынау керек. Мынау керек, мынаны тауып алайын. Болды, басқа ештеңе керек емес бізге. Достар, қисықтан. Осы портал істейтін кезде оның сызықтары, жанындағы сызықтары оның ортаға және сыртқа қарап тұру керек. Міне достар. Әйтпесе портал құрылмайды. Так, менде дұрыс болды. Мені портал ашылды. Если дұрыс істемейтін болсаңыздар, ол ашылмайды. Мені кеттік біз. Ойна. Ол дракондақ сәл оңайлау қылса болады. Мындайларын кетіріп алайық. Достар, мен барлығын жарып болдым. Кейін достар, бір лайфхак бар екен. Дракон осындай жерден хп аватқан өзіне қосып атқан кезінде, со аватқан жан алып атқаннан соны бұзып қалсаңыз, о хпсы кетіп қалады. В общем, өлтірейік. Көрдіңіздер ме, сәл көбірек хпсын алып атық достар. Байқасаңыздар. Кәдімгі алмазный мешпен бүйтіп тез кетіре алмайсың. Осындай зачарованный жақсы кетіреді. Кел тезірек. Кетіп қалды достар. Келген күтейік о. Уже жартысына келіп қалды достар. Как біз оға дейін түйшкамызды алайық та. Келесі келген кезде оны жаратын аламыз. Енді құрды жүрді. Қазір ұшып келсін достар. Келді. Қыпсы кетемеген жарылғанмен.
Достар, үлгермеді. Так, біз осымен ұра берейік. Қыпысы азанша қыпты. Қыпысын лезде кетіріп тастаймыз. Стопқа қойып тұрайын, достар. Достар, мен оны өлтірдім. Уре! Достар, кәдімгі алмазный мечке қарағанда көрдіңіздер ме, көбірек қыпы алады. Бүйтсекші, достар. Кейін бір лайфхакты көрсетіп кетейін, достар. Ой. Астындағы блокты сындырамыз. Және о жерге факел қою керек. Факел қоямыз, және сындырамыз. Достар, түсіп кетті. Машин бізді барайық. Кеттік. Майнкрафт бітті. Өткіземіз. Өзіміздің алға қайтамыз. Достар, осымен экспериментті бітірдік. Ең мықты меч осы. Қалай істеу керектігін көрсеттім, достар. Осымен видео бітті, достар.